2003 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін осы университетте химия және химиялық технологиялар кафедрасында оқытушы, аға оқытушы қызметін атқарып келем. Университетте енді 20 жылдан аса қызмет еттім. Бұл салаға келуім, химияны таңдауым, оқуға түсуім 97 жылы бұл мектеп кезінен басталды. Енді жұмысқа кірген кезде қиыншылықтар болды. Себебі үлкен аудиторияларда бірінші енді біз студент болдық, кішкене мектепте жасаған тәжірибем болса да, студенттерге сабақ беру басқаша, оқушыларға сабақ беру басқаша. Сол студенттерге үлкен контингенті көп мамандықтар болды бізде. Енді 2009 жылы Қазақстан Республикасының жоғарғы аттестаттау комитетінің шешіміменен ғылым кандидаты дәрежесін алдым. Оқу орнында қызмет еткеннен кейін біздер енді 3 бағытта қызмет етеміз: оқу әдістемелік, оқу және оқу әдістемелік, ғылыми және тәрбие. Осы 3 саланы бірдей қатарластырып алып жүруіміз керек. Магистранттарымды диссертацияларын қорғаттым. Олар енді қазір осы өңірде мектепте, колледждерде, басқа лабораторияларда қызмет етуде. Мен жаңа айтып өттім ғой, 20 жылдан аса қызмет етем. Бұл жұмысты бір жалақымды алатын жұмыс деп без, өзімнің бір шығармашылық, шабыттанатын, өзімнің жүрегіммен жақсы көретін жұмысым деп қабылдаймын. Дене шынықтыру мамандығының студенттеріне бара жатқанда енді қобалжып, өзімді жинақтап, себебі олар ұлдар қаталдау болып, солай өткізетінбіз сабақты. Енді қазір студенттерге мен ең бастысы ерінбеу керек, талпыну керек, өзіне талапты қою керек деймін. Барлық әріптестерімді, барлық аналарды, қыздарды, апаларды 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Көктемнің шуақты күндері өмірлеріңізге шуақ шаша берсін деймін.